Бәрін бірақ дайынсың сен беруге, өз өзіңмен бірге сезімдеріңді. Сәлем! Қазір мен фонтандатып алайын. Сен өтірік пішенбай екенсің ғой. Сөйлесуге уақыт жоқ, негізінде көңіл тоқ, жаңа әндерді жазам деп бүгін тағы отырдық. Құрметті әріптестер, есіктің алдына гүл егейік. Не көп, гүл көп қой. Раушан гүл бар, түймедақ гүл бар дегендей. Гүлжан деген гүл бар. Соны отырғызайық жерге. Майор мырза, мен отырмай қояйын. И так-то плотно отырмыз ғой. Да? Жарайды. А так бәрі дұрыс па? Иә. Дұрыс. Ержан, неге ертерек айтпайсың? Ұсталып қала жазады қой. Сен пішенбайдың туған екенін қайдан білесің? Жұмаханов, полиция болсаң да, тауықтың миында ми жоқ екен сенде. Мен кадр бөлімінде жұмыс жасамайын ба? Айға қарап отырмын ба? Құжаттарынан көрінді. Жоң түріне қарасаң туған күні болып шыққан адам ұқсамайды ғой. Сен ғой дейсің ба? Итінің туған күніне дейін тойлататын? Бастық емес па, оның уақыты жоқ. Мүмкін ақшасы болмай тұрған шығар. Алдында ғана бәрімізге ақшасын таратып берді ғой. Вот, сондықтан да майор мырзаның туған күнін жасаймыз. В общем, былай, 5 мыңнан жиналамыз. Беканың кафесіне жақсылап тұрып бір отырыс жасаймыз. Мен ол туралы кімге? Айгерімге айтам. Айгерім бәрін ұйымдастырады. Может, мен айтам оған? Может, сен айтпайсың? Ержан, қойсаңшы. Сен одан да не сыйлайтынымызды ойласаңшы. Мүмкін біз кабинетіне турник алып береміз. Қалай ойлайсыңдар? Дұрыс айтады. Как раз қыс келе жатыр. Онда мен ол кісінің полный фотосы шығарып алып келемін. Как раз ана генералский нелерімен, погондарымен. Жақсылыққа арыңда. Не деген ақыл, қас. Так, давайте тараңдар. Ал сен бергел. Короче, сен майорды 1-2 сағатқа бір басқа жерге алып кетесің. Қайда апарам мен оны, тем более 2 сағатқа? Оңай нәрсе сияқты айттым. Миыңды жұмыс жасатсаңшы, енді бір делоға алып кетесің. Білмеймін, короче, алып кетесің. Қандай дело, айтшы ма? Лейтенант, сен емне полиция болсың да тауықтың миындай ми жоқ екен сенде. Ойлап тапсыршы бірден сен. Талғат Асқарұлы, мына құжаттарға қол қойып жібересіз бе? Қойып жіберейін? Мынау сізге өзім жасаған компот. Ой, Асқара, ета, кешіріңізші өтінем. Көзім қайда қарады. Шешіңіз, мен сізге жуып берем. Шешінгенде адамдардан бір түрлі болмай ма дегенім ғой? Олай емес енді. Өткенде алып келген киімдеріңіз бар ғой, соны киіңіз. Шешіңіз. Қандай киім? Бір сумка киіміңіз бар ғой, соны айтам. Иә. Шешіңіз енді. Енді әйел заты шешін деп тұрса, жындым ба мен шешінбей. Гүлжан осындасың ба? Кешіріңіздер. Осы менің ылғида жолым болады ше. Шешіне қалған кезде қасыма әдемі әйелдер жинала қалады. Қаламқасыз жоқ па ана жерде?
Гүлжан, қалайсың? Жақсы, қарап қаптым ғой. Гүлжан, маған бірдеңе айтамын деп едің ғой. Қазір айтам, бара берші. Кешіріңіз, өте ыңғайсызданып тұрмын. Ой. Жоқ, болып тұрады енді оны. Я, мен сіздің көйлегіңізді жақсылап жуам. Давай. Әкеп берем, я? Ренжімеңіз. Гүлжан, мен үлгермеймін. Не продукты жоқ, бүкіл поварларды жібердім. Өзім жалғыз не істеймін? Қойшы, үлгермейтін несі бар? Мен сұрандым ғой, демалыстамын ғой. Қазір барамыз базарға, анау-мынауымызды аламыз, тез келеміз, жасаймыз. Не қиындығы бар? Не болды? Үф деп, а? Сендердің саудаларыңды жүргізіп отырған біз емес па? Бір күн шаршасаң, ештеңең кетпейді, өліп қалмайсың. Давай, кеттік. Айтпақшы, ана бастыққа көйлек алуды ұмыт кетпек, е? Размері қандай екен? Табылады. Кеттік, жүр тез. Ой. Күркірі басқан жермен дұрыс беді. Сіңді жөнде басқарып болды. Ел жұрт естісе, не айтып масқара боласың? Масқара болады деп мен қабылдамын. Қабылдамайсың ба? Қабылдамаймын. Болды, мен қазір бастығыңа келемін де шулатамын бәрін. Кірмей ақ қой басыңа, мен бастық, не болды? Мына қызметкеріңізге арыз алып келсем қабылдамайды. Міне айтыңыз міне. Әйеліме арыз жазам дейді. Ей, ұят қой десем түсінбейді. Оның қол ауыр, бір жабылағын жесең көреленбейді сайрағыңды. Әлің жетпесе баламен ұрмайсың ба? Ол мені ұрады. Не ғой, тоқташ. Арыз жазып жүрсің ба не әйеліңе? Иә. Ұялмайсың ба не? Жоқ. Көрініп тұр, ұялмайды. Сен онда чорт болмасайшы, үйіңе бар, еркекең дәлелде, әйеліңді орнына қой, арыз жазбай. Қабылдамасындар, мен сендерге көрсетем, көресіңдер. Осыдан бар ғой, көздеріңе көк шыбын үймеледі. Тура осылай закрепи. Бізге емес, әйеліңе айт бар. Хорошо? Айта алмайын өйді. Оған айта алмайын. Көртсің ғой өткен. Майор мырза. Арызын бекер алмадыңыз. Анау бәле қор адам ертең интернетке салып жіберсе не болады сосын? Облыстан тексеріс келеді ғой. Сіздің алдыңызда тура осындай жағдай болған. Да? Иә? Так, бізге тексеріс керек емес. Сен барып жетіп ал анау онда. Бізден қуып бар. Көресіңдер, қатыныма шамам жетпесе де, сендерге шамам келеді. Құтырып кеттіңдер. Жақсы. Үндемеген сайын көресіңдер. Майор мырза, қашып кетті, жете алмай қалдым. Зато бізде адресі бар, үйіне барып арызды қабылдасақ болады. Не істеп тұрсың, барып қабылда арыз? Қабылда болғанда кем дегенде 2 адам бару керек қой шұғыл істерге. Енді? Енді бөлімшеде екеумізден басқа ешкім жоқ. Бірден айтпайсың ба, бір өзім баруға қорқам, майор мырза деп. Жүр енді. Еркектердің правасын қорғап білейік. Осыны шығара берейік. Жап жақсы, әдемі. Сол кеше барып қайтқан? Иә, мен де сақтым. Жақсы негізі, сен сағындың. Немен барамыз, лейтенант? Қызметтік көліктер бос емес. Біз жаяу бара берсек те болады негізі. Қатты алыс емес, 5-55 минуттық жер ғой. Мүмкіндік. Бұның Тоқтар Ханов алып келген. Трассаның бойында тұрды. Иесі әлі табылмады. Еш жоқ болса, значит, осыған отырамыз. Қалай, кілті жоқ қой. Мен сені кілт сұрадым ба не? Мен бұрын машина ұрлаумен айналысқам. Сол үшін 5 жыл отырып шыққан. Сен отыр кеттік. Сегіз жүз грамм артық қой, елки-палки, тағы да диета ұстайын ба дедім. Сөйтсем, менің пистолетім жүзбеген ғой. Шатыр, айтырмашы мен. Жүрді Мен қойшы болды. Бер мені.
Не істеп тұрсың сен? Сөйлесіп тұрмыз, не болды апай? Саған не болды? Қызбен олай сөйлеспейді. Өзім біледі екен қалай сөйлеседі екен. Кет мына жерден деп тұр мен саған. Кет дедім ғой. Кім бұл саған, а? Мен бұрынғы жігітім ғой. Артымнан қалмай жүр. Сөйлеспейсенші бұндай жігіттермен. Зачем? Бар, абайлап жүр, қайт үйге. Рахмет сізге. Содан пистолеттің өзі енді 1,5 килограмм. Туған қанды шек болмады. О, келіңіздер, қараңыздар, көріңіздер. Күшті, е? Талғат Асқарына жарысады деп ойлайсың ба? Ой, білмеймін, өзің қарашы. Бірақ та ондай еркекке бәрі жарысады ғой. Бұл жаңадан келген жақсы. Материалы барлығы жақсы. Качествосы. Так, тура осы размерде бар ма? Тауып берші. Болды, қазір 5 секунд табамыз. Қара, әдемі, е? Гүлжан. Не Гүлжан, әйел адамға көйлек артық етпейді. Сосын бар ғой, бауырым. Мына көйлектен бері салшы, маған, менің размеріме. 90-60-90 дейсіз ғой. Жақсы тауып берем. Қазір. 90-60-90 деп қоя. Көрейік. Өлтіріп тастаған жоқ екен. Сәлемсіздер. Сендер полициядан келдіңдер ма? Иә, полициядан. Ақыры қамайтын болдыңдар ана елді. Дұрыс болды. Әйтпесе, елдер байқұс қатты қиналып жүр. Аға, осы жерден нақтырақ айтып жүрсеңіз, қалай болды, не істеді? Әйелі күйеуін ұрады екен, аямай. Өткен жылы ана елдар түн ішінде маған жылап кетті. Апа, үйіңізге біртіндеп шығуға бола ма деп. Неге? Ойбай-ау, ана елі қысқа шорты кидің деп күйеуін ұрып жіберіпті. Қой, мен кетейін. Жақсы айналайындар. Жүр. Сау болыңыз. Сау болыңдар. Жақсы. Жақсы айналайын. Жақсы. Апамызбен ішіп пысып қалған сияқты ғой кәдімгідей. Не? Жүр мен мына қатыннан қорқайын дедім. Қорықпаңыз, майор мырза, қасыңызда мен бармын ғой. Сен көп сөйлей бермей бар, көрші маңайды қарап келші. Может, жаңа бірдеңе табармыз. Бар. Болады. Қалай? Үлкендеу, е? Жоға, өзіңізге арнап тіккендей. Өткенде Қытайлар сіздің размеріңіз сұраған кезде бере салғанмай. Қуанттым. Қытай? Сен маған Турция деп айттың ғой? Енді Қытайлардың жүрмейтін жері жоқ қой, ойлашы, олар миллиард қайда барсаң қалың. Зықылдамай, короче, менің размерімді алып кеш, болды уақыт жоқ. Туф, Уля. Болшы енді, мен қазір продукт алуға бермейміз ғой. Енді әкелсін да көйлегімді. Алайын да күшті жарасып тұр ғой. Көмектесіңдер! Көмектесіңдер! Мынау ана бағана қыз емес па? Тоқта! Ой! Ақшасын кім төлейді? Тоқтаңдар, ұрылар! Элдар, вот сен бағана осылай қарбызбен келгеніңде, бәлкім сенің заявленіңді бірден қабылдайтын ек. Ол жағын ойламаппын. Енді ойлайтын боласың. Чөдің? Әйелің екеуің араларында не болды? Жүр үйге кіріп сөйлесек. Тоқта дедім ғой! Тоқтаңдар! Төлеңдер! Көмектесіңіздерші! Көмектесіңіздер! Мынау шынды ма? Тоқта! Ұсталдың ба, тұр! Ұятсыз, не істеп жатырсың? Шеш көйлегіңді, шеш, мен ба ұятсыз? Сен ұятсыз! Қайтар көйлегіңді, болмаса қазір полиция шақырам. Жынсың ба сен, мен өзі полициямын ғой. Сен полиция болсаң, мен Роза Рымбаевамын, түсіндің ба? Айналайын қызым, қадамың құтты болсын. Келе ғой, түсе ғой. Апа, жіберіңізші мені. Ай, сабыр қыл қызым.
Біз де осылай келгенбіз. Жіберіңдер қызды. Не болып жатыр мына жерде? Қалай тез келіп қалдың? Жолдың арғы шетінде тұрасың ба? Ай, қуғыншы келді, неге тұрсың ба? Жүре ғой, бір ашуыңызды бізге беріңіз. Ой, мен қуғыншы емеспін, қуасыңдар ма? Мен қызды алып кетуге келдім. Алып кеткеніңіз, қыздың бағын байламаңыз. Жүре ғой. Мен қазір полиция шақырам. Ойбай, полициясына шақырма. Аты жөні жоқ, ұрай береді. Отырсаң опақ, тұрсаң сопақ. Кеше достармен контр ойнап отырғанбыз. Кіріп келді, көзін жарқ еткізді. Тығыз не ойнап отқан еді? Контр? Иә. Заявление жазбай қоюға да болатын еді. Просто бірінші каткада 10-да 2 болып жеңіп жатқанбыз. Ішің ашиды екен. Келе жатыр. Сен заявление туралы ешкім айтпа, жақсы ма? Не болды? Сонша қорық қатын емес па? Ол түрі ғана қатын. Қалайсың, жаным? Жақсы. Сәлеміз. Мынауың кім? Танымаймын. Мына компьютерда бітпейтін достарың ба? Мен саған түзетер! Мен саған не айттым? Мен саған... Қандас, не болды соншасында? Успокойся. Мен кімсің? Талғат. Майор мырза, бәрі дұрыс па? Күт. Қазір келем, тұршы осы жерде. Иә, бақытты болады. Жүкісі қалай көмектесіздер? Біз ондайға сенбейміз. Болды, жұртшылай берсін. Жатындар, япашымайттар! Не деген сұмдық бол? Қай заманда қалып кеткенсіздер сендер? Адам ұрлау болып саналады бұл деген. Соттап жіберейін ба тура барықтарында? Жіберіңдер ана қызды. Қалай ұрмайсың аны? Қалай ұрмайсың? Ақшаны ойынға сап, керек емес пышақ сатып алған. Үйде бір пышақ өтпейді, ана қаршы ана. Онымен шаруасы жоқ. Енді ол инвестиция ғой. Анау пышақ емес. Керамбит. Ондай пышақ деген ана стримерлар мен проигроктарда ғана болады ғой. Сол инвентарды алып, стрим жасап, охватты көбейтіп, сөйтсең адамдар көп ақша береді, донат жасайды. Не сонда ойын ойнаған үшін де ақша ала ма? Сенбесең қарашы мен. Мә, сонда не мынаны шешіп алуға бола ма? Иә. Тосын сый жасайын десең. Жоным сол, кел отыр. Не ғой, ғашықтар? Егер мәселе шешілген болса, мен онда бара берейін, өздерің дальше нете бересіңдер ғой, Да. Көп ішпеңдер. Жон, мына жаққа қойып, мына солда алып тастайық, Кім қойды ғой? Мына жаққа қой. Кемнен алып тастайық. Қайда жүрсіздер? Білмейміз, қаламыз ғой қазір. Қалам қас. Уайымдамашы, көмекшілер алып келдім. Кіріңіздер. Ақыр той болмайды, продукты сұрап болады ғой. Мә, сарқыт саған. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз. Ержан, майорды бөлімшеге әкелмей тұра тұр. Кабинетін әлі бітпедік. Дезинфекция ғой кабинетіңізде. Таракандарға қарсы. Так бәрі дұрыс па? Иә. Не, Ержан, анау багаждан бір дауыстар шыққан сияқты барып көтмеш пе? Ешқандай дауыс шыққан жоқ. Шықты. Көтпе бар. Яғни?
Айттым ғой ешқандай звук жоқ деп. Ой, ақша бар екен ғой. Көп рахмет. Шариктеріңіз әдемі екен. Тәти. Толған кезде орын-орнымен толтып жібере беремін. Пакет бас. Бергеш. Кел. Мына жігітті көрген жоқсың ба? Көрген сияқты ма? Неге? Көтің тасқа еге. Мыңқылдамай көрсең айтсаш қайда кеткен. Қалай есіңе бірдеңе түсті ма? Иә, есімде ғой. Полицейский ғой, өткенде 5 қоңыр апарып тастаған. Қайдағы полицейский, не қуып тұрсың? Кәдімгі формадағы полицейский ғой. Боссың. Өзің пакет басы! Алмағаштың гүліндей-ау, текеметтің түріндей-ау. Сен басыңды қаратсаңшы. Өтір дәурен бара. Багажниктің қасында тұрдың да нефтен талып қалдың ғой өзің. Иә, өзім түсінбей қалдым не болған. Өзіңді әр жақсыға дедім ая. Қыздар, рахмет. Құрметті әріптестер, мен бір керемет тілек айтқым келіп тұр. Талғат Асқарұлы, сізді шын жүрегімнен туған күніңізбен құттықтаймын. Сіз жұмысына адал, намысшыл, шыншыл және тартымды азаматсыз. Бұл өмірде ең бастысы сізге мөлдір махаббат тілеймін. Сол рас болса алып қой! Сені көріп есім кетті, өмірімде өзгереді. Өміріме керек емес сенен басқа өзгенді. Жүрегімнен бір орын бер, тынышталсын жүрегім. Гүлдей сезім бір жүректе бірін жарар кез кел. Қойсаңшы, не істеп жатырсың? Алло. Алло, Талғат Асқарұлы, мен сіз тапсырған бомж туралы хабарласып отырмын. Не болып тоған? Өзгерістер болса, хабарласыңыз деп айтып едіңіз ғой. Мынау есін жиып, бірдеңкелерді айтып жатыр.
түрмеде отырғанымда Абайдың мына сөзін оққанмын. Әлемді өзгерткің келсе, өзіңнен баста. Капитансыз ба? Иә, Мыңбұлақ ауданының полиция капитаны Азиза Бекзат деген. Неғып күлесіз маған қонаққа келгенде? Майор Жұбанаев. Саулығын істейм. Көріпсің ба, қандай краш екенімді? Тоқта! Сен бар ғой маған бірден ұнамадың. Бір түрлі менсің. Қауіпті қылмыскер деп едіңіз? Тәп-тәуір жігіт қой. Бірақ үнемі бір әйелге дәрілерді беруің керек деп айта береді. Қай әйел, қай дәрілер екенін айтпайды. Басқа ештеңе деген жоқ па? Жоқ. Менің ойымша, сол әйелмен екеуін кездестіру керек. Оны көріп, мүмкін бір нәрсе есіне түсіп қалар. Ал бұлай бәрі жақсы, ертең ауруханадан шығара берсек болады. Жоқ, тоқтаңыз, сіздер тағы да есіне бірдеңелер түскенін күтпейсіздер ме не? Енді ол премия сияқты ғой. Бірте түседі, бірте түспейді. Не ғой, сіздер әзірге жібермеңіздер, жата тұрсын, Полиция айтса жатқызамыз. Аурухана кең, орнымыз көп. Кез келген ақпарат есіне түсіп жатса, кім, қашан, жасы нешеде, кімнің баласы, руы қандай, любая информация бірден маған хабарласасыздар. Түсіндім. Содан енді не... Ау. Саулығыңыз тілеймін, майор мырза. Жақсы. Сөйлесе аласыз ба? Айта бер. Мында екі жігіт келіп тұр машинасын алып кетуге. Енді мен не істеуім керек? Енді сіз айдап жүрген машина ғой, ұрланды деп арыз жазуға келіпті. Все, давай, қазір барам. Саламатсыңдар ма ханымдар? Қалдарың қалай? Сәлеметсіз. Қаламқас, шыға тұршы. Гүлжан Байсейітова, мен сіздің үстіңізден арыз жазайын деп келдім. Не үшін? Жүрегімді ұрлап жаулап алғаның үшін жаным. Басымды қатырмаңызшы, Сейілбек мырза. Гүлжан, сөйлесейікші. Сөйлеспеймін. Гүлжан. Сөйлеспеймін дедім ғой мен. Бастықтан сөз еститін шамам жоқ менің. Кафеге барып сөйлесейік. Бармайым кафеге, неменеге мен сізбен кафеге баруым керек? Бастығынан сұрап алам керек болса. Бесқоңыр ауданының полиция. Жарайды болды. Кешіріңіз. Барам. Келесің ғой? Иә. Кафеде күтір. Неге кіргізесің? Ол жоқ деп едім. Баршы бар. Үзенді де, әкім екеулеріңіздің араларыңызда не бар? Оны қайтесің? Мен жейден жей келмейді ғой әкім. Қаламқас, шай қош, басым ауырып тұр. Короче, бұл кісі маған ғашық болып жүреді. Содан махаббатын білдіріп, ухаживать етеді ғой. Мен соған мәзбін. Сөйтсем, әйелі бар. Сволочь. Вот он бар. Енді ешін келіпті, не дейді? Мен қайдан білейін, келіп жүрді. Келмейіңіз, керек емес десем де, артынан қалмайды ғой. Мені қойшы жарайды. Ана мен енді танысып, сөйлесіп жүрген жігіттерімнің де мазасын алады ғой. Бас істей ма? Солай? Былтыр бір жігітпен танысқан ғой, нормальный жігіт. Медик өзі. Сөйтсем, соны біліп қояды да жынды. Ананы саунаға шақырады да ішкізіп бар ғой. Видеоға түсіреді да интернетке салып жүреді. Бас істей ма? Ойбай. Не сөйлесіп үлгерген жоқ ма ана жігітпен? Ұятай. Мә, Гүлжан тәте, абайлаңызшы. Ертең ана біздің майор мырзамен де сондай тірлік бітіріп жүрмесін. Кстати, ана жындыдан шығады ондай. Келді ғой. Кім айтып жүр?
Сау болыңыз тілеймін. Че там, не болып жатыр? Не мынау ғой машина ұрлап кетті деп заявление жазу керек. Тұр мен машиналар. Алып кете беріңдер. Әкете берейік па? Онда арыз ала салайық. Машина бар екен ғой. Жүре берейік онда. Жақсы сөйтіңдер. Сау болыңыздар. Аға, салон не істегенсіздер? Тоқтар шашылып отыр ғой. Аузын жапшы. Рас қой, қараса салон бытшы шығарып тапсыз ғой. Оны ұрлаған адамды сұқсаңшы. Әлде ешкім ұрламады ма? Ұрлады? Ұрлады ғой. Ұрлады, Арызды неге кеш жаздыңдар? Біз просто о күні тойда болдық. Тойда болғанбыз, ана кісіге бәрін түсіндіріп айтқанбыз. Қай кісіге? Айтты. Да? Тоқтар, қарада айтшы, не болғанға ұқсайды мынау? надан қаққан ғой мен. Молодец. Қақса да, угонда болған мәшті, біз қайдан білейік не болған? Сол айтамын, Аузың жапшы. Сендер бар ғой, негізі шынымен адам қаққансыңдар. Қазір өтіріктен мүләйімсіп, как будто машиналарыңды бір ұрлаған сияқты келіп тұрған сияқтысыңдар. Жоқ, рас айтамын деймін. Аға, біз шында тойда болдық о күні. Айттық қой түсіндіріп. Куәгерлер бар, айтшы. Иә? Хорошо, оны қазір іште анықтаймыз. Жұмаханов екеуін қамаш. Қамағымыз ба? Бірақ бөлек, отдельно. Давай. Тойда болдық деп. Шында айттыр ғой, түсіндіріп ғой. Мұны шын адам басқалар ғой. Мен адвокатсы ештеңе етпеймін. Кетек ол ма? Сәлеметсіз бе, Қайсың, қалыңыз Гүлжан? қалай? Осы жер сияқты. Ішке кіреміз бе? Полицияға ма? Мен таксистқа сеніп тұрған жоқпын. Осы жерде күтейік. Ұзақ отыратын сияқтымыз. Тамақшы болмадық. Жүршіп келейік. Бірақ нормальный жерге барайықшы. Гүлжан, жаным, жей ғой. Сәке, мына фруктыдан алып отырыңыз. Мына банан, мандарин, апельсиннің бәрі Чимкентте папамның огородында өскен ғой. Мынаның ішіндегі тек қана огурцы мен помидорын ғана сатып алғансың ғой. Болды, братан түсіндім. Көзіңізден кетіп қаш дегенді көріп тұрмын. Братан, қызметтемін. Бүгін кафе сіз үшін жабық. Қызметтемін, братан. Гүлжан, негізгі мәселеге көшейін. Бұйыртса, келесі апта ажырасқалы жатырмын. Сосын бірге боламыз. Енді қайтейін ажырассаңыз? Қиын бопты. Баяғыдан бері қайда жүрсіз, а? Болды, кеш. Поезд ушел. Поздно. Поздно? Пойызы не айтып тұрған? Гүлжан, менің саған деген лапылдаған махаббатымды, сезімімді қаншалықты екенін білесің ғой өзің. Жоқ әлде сөйлесіп жүрген біреуің бар ма? Иә, жігітім бар. Бір аптадан соң сырға салады. Екінші аптасында ұзатылам. Кетем мен Бесқоңырдан. Түсінбейсіз ба соны да? Гүлжан, сен маған қазір жұмысқа барғанда бастығыңа бере аласың ба? Айсұлтанның туған күніне жасаған сыйлық қой. Айгерім, өзін апара салмайсың ба? Менде уақыт болмайды. Тем более сендер қазір екеулерің кездесіп жүрсіңдер. Майор ма? Пішенбай ма? Шынықты. Ал Пішенбай біле ме? Саған сырға салғанын, бір аптадан кейін ұзатылатыныңды. Мұның бәрін алдын ала маған неге айтпадың? Сен үшін ажыраса жаздадым ғой мен. Қаттырақ айғайламадым ба? Бүкіл Бесқоңыр еститіндей. Сенің нең бар, неге кірісе бересің, кіріспейтін жерге? Не болды?
Ой, счетты кім төлейді? Жедіңдер, іштіңдер, енді халық төлейді. Сәке, өзін жаба салып ойындамаңыз. Бара беріңіз, сәке қызмет етеміз ғой. түсіндің ғой, сен мейірімді мен злой полицейский. Болды, қаттырып тастамайсыз ғой. Шымахан, анда барған кезде рөлге кіресің. Сол жақта включи мейірімділік. Понял? Сөйлесуге уақыт жоқ, негізінде көңіл тоқ. Жаңа әндерді жазам деп бүгін тағы отырдық. Кейде ән жазамыз осылай шаршаған кезде. Кейде ән жазамыз шаршаған кезде. Шаршаған кезде. Шаршаған кезде. Шаршаған кезде. Ана жігіттер де мықты екен, сразу беріліп қояма десін. По-любому бірдеңе жасырып отыр ғой. Келісіп алған екеуі. Не істейміз, ешқандай дәлел жоқ. Факт жоқ. Роман табу керек еді негізі. Табамыз қазір. Че там, Аққозат? Жібегің тағы пергілеп тұстады ма? Жоқ. Қайдағы. Ана акиматта жүрген ғой, ойланып кеттім, шалынып құладым. Шалынып құладым. Мынау акиматтың терезесін шаққан ғой му? Че бірден ұрламақшы болдың ба? Әбәй. О жақта мен істе ұрлайтындар жетеді ғой. Ойланып кеттім. Болды ғой му? Мелкое хулиганство ғой, кетіп тұрсың ғой. Қаяқтағы мелкие хулиганство. Жігіттер айып етпеңдер. Айттым ғой. Ойланып кеттім. Талғат Асқарұлы. Сізді бола ма? Бізді болады. Тұрыңдар үшін өтіп келеміз. Не айта бер, не болды? Не болды саған? Кеше ештеңе болмағандай. Менен қашып жүрсің. Кеше не болды? Гүлжан, біз есе қазір жұмыстамыз. Кейінірек сөйлесек, е? Кейін. Жұмыстан шыққаннан кейін дегендей. Хорошо? Жақсы. Айтпақшы, Талғат Асқарұлы, сізге мына стендке суретке түсу керек. Әйтпесе, бәрі ойлайды, бізде бастық жоқ деп. Хорошо. Все, кейінірек. Жарай ма? Жақсы. Барақ. Рахмет. Давай. Илдар! Сені саясатқа жақын дейді ғой, да? Бізге көмектесіп, еліңе пайдан тигізгің келмей ме? Пайдадан гөрі зияным тиіп жатыр ғой. Көп сөйлеме. Короче, бізге көмектесесің, и біз сенің мәселеңді шешіп береміз. Понял? Болдың да. Қазақстан Республикасына қызмет етем. Алло. Сейлмек мырза, қалайсыз? Шембай ғой бұл, майор. Сіздің өткендегі оқиға үшін кешірім сұрайын деп едім. Таныстығымыз дұрыс басталмады ғой деймін. Енді оның жарасы жеңіл ғой. Бір жерде отырып, демалуға болады. Моншаға қалай қарайсыз? Моншаға? Барайық, иә. Енді кездеспейтін адамдар емес біз. Алдымызда қаншама шаруалар бар. Онда мен монша дайындатып қойын. Кешке өзім соғып алып кетем. Все, келістік онда, кешке дейін. Сосын тағы бір мәселе бар еді. Бір байғұс акиматтың терезесін шағып алыпты. Тәке, менің проблемам шешілді ма? Бәрі нормально. Так, енді сен менің мәселемді шешетін боласың. Айтқаным істейтін болсаң, үйіңе барасың, ежебегін құшақтайсың. Понял? Болды. Өтірік күлме. Сіз ең бастысы ойымдамаңыз, жарай ма? Қазір. Так, күдіктілер осы, пайым тойлары бар. Саламатсыз. Бері қараңыз. Мұқият қарап шығыңыз. Кім қақты, маған көрсетесіз. Давай. Қарай берейін. Қарай бер. Мына екеуі.
Иә. Қойсашы. Все, қалғандарын қойсыңдар. Сендер емесе тұр. Өтірік айтады, вообще бір жерді көріп тұрмыз. Соны айтамын, қаққан жоқпыз ғой сен. Қойсашы. Не қуыптың сен? Сен қуып тұрсың. Адам құсап қана пешеходпен өтіп бара жатқан жерімнен 120-мен келіп қақты. Еще мәшеден түсіп мені тепкіледі бұлар. Қойсашы, ұятсыз не айттың сен? Бір жерді көріп тұрмын ғой мен сен? Сен ұятсызсың. Қағылған адамды еще тепкілеп, қалтамда 800.000 теңгемді алып кеткен. Жолды шетіне лақтырып. Осыған сен тұсыздар ма? Таза өтірік мынау, өтірік айтады. Жабия. Қойсашы, қайдағы пешеход? Ол трассада болған вообще. Еще нау емес, бір бомж какой-то бір. Мен ба бомж? Тоқта, не дедің, қайталшы. Бір бомж трассаға жол ашық кетті, шибап. Біз не кінәміз бар енді? Бізде видеосы бар керек десеңіз. Регистраторда мен үйімде тұр. Иә? Видео бар ма? Бар. Все, болды, іс жабылды. Жұмақанов мына екеуін апарып қамап қой, регистраторды ала сал. Вот енді точно бос басал. Қойса айтсашы мен жалмайын да ғой. Жабай өзің. Кел. Кім анау кінәлі емеспін деп жатыр ғой? Не үшін серьезно сөйлейсің бе? Жүгірей, образға кіріп кеткен ғой. Майор мырза. Міне, регистратор. Опа, келді ма? Иә, келді. Көрейік. Сен істеп тұрсың? Көрмедік па? Көрмедік болғанда маған шай жасайсыз? Шай. Шай. Қолың істемей қалған ба? Шай ішкім келіп тұр. Давай. Базеге. Қара, көк, сүтпен. Қара. Қара. Қан қосай ба? Иә, қос. Қанша? Қоса берші, қанша болса сонша. Тыңдашы мені. Жоқ, бүгін жолғамайтын болдым. Жаңадан келген майорымызды моншаға шақырғам, я. Біз моншаға бар жатырмыз. Тоқта. Не болды? Сен қандай шай мынау? Қара. Что-то давлением көтеріліп кетті ма? Көк шай жасасыз, Жұмақанов. Көк? Өтініш, иә? Сен асықпа. Ертең жолғамыз дейсаш, жарай ма? Не істеп жүрсіз мұнда? Бармайсыз онда. Араласпашы. Не моншаға барайын деп жатсыздар ма не? Бармайсыз? Сен не шаруаң бар? Қалай не шаруам? Енді не, майорды казаққа тағайын деп жүрсіз ба не? Қолымнан жібер деймін. Жібермеймін. Тұр болай. Мен байсыз қалатын жағдайым жоқ, бармайсыз, ол менікі болды. Саған не болды? Қалай? Неме қалыпсыз? Жолдан қалай тұрды? Тоқта. Не болды енді? Қара мен көкті араластырып берейін? Кім ана жақта шулатқан хайуа жасап жатқан? Біліп келсейші енді бар. Давай. Ақынның жағасын алған ешті ма? Не болды сіздерге? Қойсаңыздаршы қандай? Не болған маған? Не хайвай ну? Жыннан қалман ол. Не болды? Таға, өзіңді алып кетуге келдім. Монша атайын жүр кеттік. Сәке, Сейлбек мырза, моншаны қоя тұрыңызшы. Давайте кейінірек қазір мына жерде срочно жұмыстар шығып тұр. Айып етпеңізші. Сәке, қаршы? Шуламаңдар. Таға, не? Жарайды онда. Өзім бара берем онда. Әйтпесе бір адаммен алсам деп терлеп кеттім ғой. Өте дұрыс. Че? Қайда видео? Ештеңе жоқ қой. Қалай ештеңе жоқ? Мен көріп тұрсың ғой, жоқ қой ішінде, қарасайшы. Айтамын, қалай ол? Қарап көрші тағы да. Қарап көрші, түк жоқ ма ішінде, не тупитет отырсың? Сендер немене? Бізді ақымақ көріп тұрсыңдар ма не? Жоқ. Не, біз еркеміз жүрміз ба не? Жақында мына магазин тоналды. Ақылды сендер ғой деймін соны тонаған, а? Жауап бер! Сіз мейірімді полицейский едіңіз ғой? Иә. Жауап бере.
Қада болған қылмыспен мойындарың іле салам. Пожизненно кетесіңдер. Айт деме жандармдарына. Жауап бер. Жұмақан, сабағын түс болды, сабыр сақташы, сабыр сақтап орын болды. Не істедіңдер? Документті алдыңдар да бытышын шығардыңдар. Бәрінде жүйке бар, түрлеріңе қарасаң. Нормально жап-жас жігітсіңдер. Кетесіңдер, Просто аласыңдар да кетесіңдер. Кешірші. Бізде адамбыз, Бізде адамбыз. Құтқыларың келе ме, тағдырларыңды просто так. Кешірші. Первый, последний раз түсіндіңдер ма? Кетіңдер болды. Рахмет аға. Ертеңнен бастап белгіленіп тұрасыңдар. Жақсы. Күнде келіп тұрасыңдар, түсіндер ма? Сау болыңыздар. Машина аға. Машина бізде қалады, босыңдар. Жақсы. Астында күндері. Аға. Жұмақан, не болды саған? Тұр ана жаққа отырма, болмайды саған. Кешті. Қатты не көрсетіп еттің ғой? Жоғым, Васеке, тағы да қыш жүру керек, мойындап тұр. Тағы да қыш жүру керек болғанда, Жұмақанов. Онда бір күшті сөз бар. Әділдік заңнан күшті. Ал мейірімділік болса, әділдіктен де күшті деген. Омар Хайым ба? Хайым Омар. Тойдың ба? Туалет көріп қайту керек. Барып кіріп шық. Туалетке ме? Қылыйды қарап шық бар. Жұмыстан кейін сөйлесеміз деп едік қой. Айтқандай, анау әкіммен не хайбай шығарып жүрсің? Енді түсінікті ғой, сені баняға шақырып, подстава жасақсы келді. Мен өзім шақырдым оны баняға. Естечі. Кешір енді. Сонда да сақтанып жүр керек. Ал? Жұмыс уақыты бітті. Не істейміз? Ренжімеші? Қалай? Жеңілдеп қалым жақсы болды. Кальдерде менттердің фотосын көрдім. Бірақ ішінде қылыйткі жоқ. Айтма, таксист елеп жүр бізге. Стасам айырам. Кеттік. Сөйлесуге уақыт жоқ, негізінде көңіл тоқ. Жаңа әндерді жазам деп, бүгін тағы отырдық. Unico play